Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода сіздерге шагающий машинаға байланысты бір пайдалы кеңесім бар. Сол пайдалы кеңесіммен сіздермен бөлісе кеткім келеді. Енді мен сіздерге айтайын дегенім, мысалға ұзындықтары бірде екі материалды қосып тігетін болсақ, аяқ жағына келгенде осындай бірдей болып біту керек. Бірақ менің жағдайымда осылай біреуінен ұзын болып, жаңағыдай тура сәйкес болып тігілмейтін. Енді осының себебін сіздерге бірден бір себебін қазір айтып көрсететін боламын. Жалпы материалдың сапасына да байланысты. Кейбір материалдар былай созылмайды, былай созылатын болады. Сондықтан созылатын жағы мен созылмайтын жағы бір-біріне қарама-қайшы келіп қалған кезде осындай эффект беріп тұрады. Не болмаса бір жаңағыдай бұрыштарды айландырып тіккен кезде сондай мәселе болып жатады. Негізінде материалды таңдаған кезде екі жаққа да созылмағаны жақсы. Яғни былай да созылмау керек. Әрине мен сондай сапалы материалдармен тіккеннің өзінде де біреуіне қысқа болып қалатын. Соның бірден бір себебін анықтадым. Қазір сіздермен бірге соны көрсететін боламын. Мінекей, қазір менің қолымда ұстап тұрған лапкада жырығы жоқ, ал машинкада тұрған лапкада жырығы бар. Яғни жаңағындай материалды жиырып дұрыс тікпей тұрған себебі осы лапкадан. Қазір оны тексеретін боламыз. Ол үшін машинкадағы инені алып тастаймыз. Инені алып қойдым, және осындай қағазды қоямыз бетті. Енді машинканы айландырып жаңағыдай лапкамызды түсіреміз. Мінекей, шеткі лапкамыз қазір қағаз ұстап тұр. Мінекей, қазір қағазды тартсам, фокус қазір дұрыс жасамай тұр. Мінекей, қазір қағаз тартам, бірақ қағазды лапка жібермейді. Енді қазір машинканы айландырам. Мінекей, лапкамыз көтеріліп келеді. Мына лапкамыз көтеріледі, мына ортаңғы лапка түсу керек. Енді лапкамыз мінекей қазір түсті, бірақ жаңағындай қағазды қыспай тұр. Мінекей, жандағысы лапкасы қысады, ортаңғы лапкамыз қыспайды. Яғни осы себептен жаңағыдай материалымыз жылжып кетеді. Сондықтан қазір сіздерге екінші лапканы орнатып көрсетем. Одан кейін осы тәжірибемізді жалғастырамыз. Мінекей, лапкалардың орнын ауыстырып қойдым. Енді тестімізді қайтадан тексеріп көрейік тәжірибеміз. Мінекей, қазір қағаз тартсам, ортаңғы лапка мінекей ұстап тұр. Енді қазір машинканы айландырам. Мінекей, жандағы лапкамыз түсті. Енді ол да ұстап тұр. Мінекей, қазір ортаңғы лапкамыз көтеріліп тұр, бірақ ұстап тұр. Енді қазір екеуінің орны ауысатын болады. Мінекей, ортаңғы лапка түсті, шеткілері көтеріліп тұр, бірақ қағазды жібермейді. Демек, мына лапканың табаны сәл кішкене жұқалау. Сондықтан әрине мына жанын ашып регулировкада жасауға болады, бірақ машиналарыңыздың гарантиясы болса, олай істемей қойғандарыңыз дұрыс. Сондықтан не болмаса осындай лапканы айырбастағандарыңыз дұрыс. Егерде оған уақыттарыңыз жоқ болса, мынаның астына бір пластмасс, не болмаса жұқа қалыңтырдан ба клейт етіп, жаңағындай сәл көтеріп жіберуге болады. Мүмкін пайкамен де пайкілеп те жіберуге болады. Әрине бұны істеп көрген жоқпын. Жалпы бұл сіздерге осындай идеяларды айтып жатқаным, яғни бұл тығырықтан қалай шығуға болады деген сияқты. Менде енді осындай лапка болғандықтан мен онымен айналысқан жоқпын. Егерде бұндай лапка жоқ болатын болса, онда міндетті түрде өзіме солай жасап алар едім. Себебі менің машинамның гарантиясы бар. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.